Әке, ұрмашы, 4 бөлім. Айдын гимназияда білім алып, Арман жағдайын түзеп үлгерді. Бәрі нағашы әпкесі мен жездесінің арқасында. Бүгін Мөлдір Айдын екеуі ауылға жолға шықты. Ауылдан кеткеніне 7 жыл болыпты. Осы 7 жыл ішінде анасының бейітіне барып, сырласып қайтуды армандаған олар бүгін сәті түсіп келе жатыр. Мөлдір университетте мұғалім, Айдын сол оқу орнында студент. Арман өзінің жеке кәсібін ашқан. Нағашы әпкесінің де ұл қыздары Мөлдірдің оқу орнында оқиды. Айдын екеуі бөлек пәтер жалдап тұрады. Арманмен жақсы араласып тұрады. Іштей қызды жақсы көргенімен сезімін білдіріп айта алмайды. Ал Мөлдір кішкентайынан әкеден таяқ жеп өскендіктен еркек атаулысына жуымайды. Бойын үрей билеп кеткенше асығып тұрады. Ал Арманды бауыры ретінде көреді. Сондықтан Арман Мөлдірге өз сезімін ашып айтуға қорқады. Бір жола көрме кетемін бе деп уайымдайды. Жүйткіген көлік ескі үйдің қақпасының алдына келіп тоқтады. Үйден көзін алмай Айдын тесіле қарап тұр. Мөлдір күнде көріп жүрген үйі секілді мән бермеді. Көлік ақысын төледі де кішкене ғана жол сөмкесін алып үйге беттеді. Қақпада дәу қара құлып тұр. Айналып өтіп огород жақпен кірді. Үй құлауға шақ тұр. Терезеден қарап еді, үйдің іші де сырты да құзданып кетіпті. Есікті жай ғана сыммен орай салған. Айдын сымды шешіп, есікті ашты. Есіктің ішкі тұтқасына оралған анасының ақ орамалын көрген Мөлдірдің көзінен мөлдірдей тамшылар жұмсақ бетінен төмен қарай сырғи берді. Бұларды сырттай бақылап тұрған көрші кемпір жандарына келді. Мөлдір, сенбісің қарағым деді. Я, мен деп жалт қараған Мөлдір кемпірді жазбай таныды. Амансыз ба апа, қалыңыз қалай? Деп сұрады. Жарығым-ау, анаңнан аумай қалыпсың ғой. Келін болып келгенінде анаң дәл сен сияқты еді, деп көзінің жасын орамалының ұшымен сүртті. Көрші кемпір екеуін үйіне алып кетті. Түске жақындап қалған уақыт, қарындары ашқан. Олар дастарханға отыра кетіп, ыстық тамақтан бас тарта алмады. Дастархан басында ұзақ әңгіме қылды. Досан түрмеге түскен соң 2 жылдан кейін қайтыс болыпты. Ауыл ақсақалдары сүйегін алып келіп, ауыл шетіндегі зиратқа жерлепті. Әкесінің дүниеден өткенін естігенде Мөлдірде титтей де сезім байқалмады. Дәл бір бөтен адам секілді ештеңені сезіне алмады. Жүрегі тас болып қатып қалған қыздың бойында Досанның қаны ағып жатыр дегені сезілмейді. Әңгімемен болып түс өтіп қалғанын да байқамапты. Дастарханға бата жасалған соң Айдын мен Мөлдір анасының басына баруға жиналды. Олар жақта да біраз болып, қараусыз қалған зиратын тазалап, шөптерін жұлып, кешке дейін сонда болды. Іштей көк тас қою керек деп ойлады Мөлдір. Қайтарда шырақшыға жолығып аз-маз қаражат тастап, қарайлап тұруын, тазалап тұруын өтінді. Ендігі келгенде көктас орнататындығын да айтты. Сол күні-ақ көлік шақыртып қалаға жүріп кетті. Айдын мен Мөлдірдің келгенін естіген Арманның өгей бауырлары дереу үйіне барып анасына айтты. Қалада бұлардың Арманмен жақсы араласып тұратынын естулері бар еді. Оң аяқ қолы жансызданып, төсек тартып жатып қалған өгей шеше үнсіз тыңдады да жүзін теріс бұрды. Көзінен аққан өкініш жасын сүртуге де икемі келмей кемсеңдей берді. Кезінде құлша жұмсап, иттей қуып шыққан өгей деп өзегінен тепкен жас баланың бүгінде дәурені жүріп тұрғанын сырттай еститін. Бірақ амал жоқ. Қай бетімен барады, не деп барады? Жатып шер оқымаған балаларын жұмысқа алшы деп барады ма? Әлде жастай баласын үйлендіріп,
ол келіннің жекіп берген қара суынан басқа үйде татып алар тамақ жоқ, көмектесші деп барады ма? Мүмкін кешірім сұрап барар ма еді? Әттең, орнынан тұра алмайды, тек үнсіз өкінеді. Арада тағы бірер жыл өткенде Мөлдір мен Айдын аналарының да, әкелерінің де бастарына көктас қойды. Бүкіл ауылды жинап, мешіт жанына ашық аспан астында Құран бағыштап ас берді. Бұл жолы тек екеуі емес, Арман да күйеу баласы болып үлес қосты. Және тек Мөлдірдің ата-анасына емес, Арманның ата-анасына да ата аталып көктас қойылды. 2 күннен соң олар қалаға қайтуды жоспарлады. Бұл кезде бәрі қалада Арманның шаңырағында тұратын еді. Бүгін ертең Айдын үйленіп, бөлек отау құрып, жаңа өмір бастамақшы. Алдағы болашақтан үлкен үміт күтіп, жолға шықпақшы болып барлығы көлікке жайғасты. Ауылға 3 болып келген олардың жанында қалаға қайтарда мүгедек өгей ана да бар еді.